Қазақ жирафты керік деп атайды. Орталық Шығыс Африканың оңтүстік аймағында мекендейтін аша тұяқтылардың бойы 2 қабатты үйдің биіктігіндей, яғни 6 метрден асып жығылады. Ал салмағы 500 келіден 1 тоннаға дейін барады. Керіктің терісі қызыл түсті болып келеді және қара қоңыр дөңгелек дақтары бар, яғни терісінде теңбілі көп. Керіктерге еңкею қиын болғандықтан олар тек ағаш басындағы жапырақтарымен қоректенеді. Шамамен күніне 30-40 келі болатын шөпті азық етеді. Керіктер сағатына 60 км жылдамдықпен жүгіре алады. Десе де арыстан, қабылан, жолбарыс сияқты жыртқышаңдар олардың қас жауы. Керіктің артқы аяғы ұзын әрі қатты болғандықтан қажет кезінде ауыр тепкісімен арыстанның бас сүйегін сындырып жібере алады. Керік түйе секілді шөлге шыдамды жануар. Олар бір мезетте 40 литр су ішеді. Денесінің ірі болғанына қарамастан, күніне 1-2 сағат қана жатып ұйықтайды. Керіктер 2 метр биіктіктен секіруге қабілетті. Ұрғашы керік 4 жасында төлдейді. Олар шілде мен тамыз айларында келеге түсе бастайды. Керік төлім 1,5 жыл көтереді. Олар тұрып төлдейтіндіктен бұзауы 2 метр биіктіктен құлап туады. Жаңа туған төлдің бойы 1,8 метр, ал салмағы 50 келі болады. Енесі оны 6 айда емізеді. Керік жер бетіндегі жүрегі ең үлкен жануар саналады. Оның жүрегінің салмағы 10-12 келі тартады және 1 минутта 60 литр қан айналымда болады. Бұл адамның жүрек қысымымен салыстырғанда 3 есе жоғары көрсеткіш. Жабайы табиғатта керік 30 жылға дейін өмір сүреді.